Енді жаңа қыздың фонын ауыстырайық. Галереядан аламыз, жаңағы галереядан таңдаймыз. Мына қызды таңдадық банағы. Енді дайындап қойған фонымызды таңдаймыз галереядан артына. Енді мына жерге өз сөзімізбен жазамыз. Поменяй фон девушки на загруженный рисунок. При этом не меняй внешность девушки деп обязательно қосу керек. Себебі бұл жасанды интеллект болған себептен түрін өзгертіп жіберуі мүмкін. Өз сөзімізбен жаза береміз. Так, генерация жүріп жатыр. Фотомызды жасап жатыр. Фон бар, қыз жоқ жазамыз. Где девушка? Бұл енді естественный интеллект емес, адам емес, сол себептен ондай нюанстар болады. Соның барлығын сізге көрсетейін дедім. Осылай шығарады. Я не смогу деп шығады кейде. Ты сможешь деп жазып жіберсек, жасап береді түбінде. Да, я смогу дейді, мұны жасап шығарды. Қыздың фон ауыстырылған. Қыз дәл сол күйінде.